Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш. Назарларыңызда ұлттық арнаның қорытынды жаңалықтары. Сіздермен Гүлназ Әлімгерей Және Меретжан Ызғұтты. Жалғастырайық. Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары кеңесі өзінің міндет үдесінен шығып сенімді ақтады. Бұл нақ осы ұйымда бақылаушы мемлекеттердің пікірі. Елбасы бастамасымен құрылған кеңес Азиядағы Бангкокта шеңбер айналдырушылар сайысы өтті. Оған елдің түкпір-түкпірінен келген 1400 Ел алдындағы ендігі міндет білім ғылымда жаңа революция жасау. Яғни білімге негізделген инновациялық экономиканы іске асырсақ, еліміз қарыштай дамымақ. Жаңа оқу жылы алдында өткізген Қазақстан білім қоғамы жолында атты интерактивті дәрісінде елбасы осы мәселені қадап айтқан болатын. Дамыған елдердің озық тәжірибесіне сүйен айтылған бұл міндетті Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушы ғалымдары мен студент жастары қолдап отыр. Ал павлодарлық полицейлердің материалдық техникалық базасы біршама жақсарып қалды. Осыдан 2 ай бұрын облыстағы әзірге осы толығырақ 20:30-дағы қорытынды жаңалықтарда көріскенше.